Сәлеметсіздер ме, құрметті ауыл тұрғындары, шаруа қожалықтары. Мынау барлықтарыңызда әлемде болып жатқан жағдайларды естіп, біліп, сезініп отырған боларсыздар. Мынау әлемдік кризистің салдарынан негізгі табысымыздың негізгі көзі мынау шикізатымыз құнсызданып, мемлекетіміздің экономикасына кері әсерін тигізіп жатқанда, бір жағынан жау жағадан алғанда бір өтектен деп вирус шабуылдап жатыр. Сонда да болса, Алла сақтасын, ертеңгі күнімізді ойлап, мынау мемлекеттің азық-түлік қауіпсіздігін сақтау жолында бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, жұмыла кірісетін уақыт келді ағайын. Енді міне көктем егіс басталғалы бері ғалымдар кезек-кезек тікелей эфирге шығып кеңестерін беріп жатыр, осы шаруашылыққа бір септігі тие ме деп. Бүгін міне Байсерке агро шаруашылығының жерінде тұрмыз. Бұл Байсерке агро шаруашылығының жерінде қызмет істейтін ғалымдар тек қана мал шаруашылығы емес, өсімдік шаруашылығында үлкен жетістіктерге жетіп отыр. Мысалы, мынау академик Рахым Алмабекович Оразалиев, Абай Оразыбыз Сағитов деген ғалымдар мынау третикальден, соядан бұл өңірде бұрын соңды болмаған жетістіктерге жетіп отыр. Бүгін мінекей картоп пен көкөніс дақылдарының мол өнім алу үшін инновациялық технологияның жаңа бір элементі тамшылатып суғару әдісінің осы өнімге деген әсерін тексеру үшін жұмыс жүргізіп жатырмыз. Бұл енді тамшылатып суғару әдістің бұрынғы әдістен айырмашылығы, бұрын жаңағы тамшылатып суғаратын капельницаларымыз жердің бетінде жататын, оны жыл сайын құрап, күзде қайтадан жинап, олар жыртылып, тесіліп, жарамай мынау тау-тау болып егіннің шетінде жататын. Мынау әдістің бір тиімді жері, бұның капельницалары 40 сантиметр тереңдікте жатыр. Ол ешқандай соқаның тілі, культиватордың тісі тимейді. Ол 10 жылға есептелген. Соқаны жыртып, жаңа картошканы еккенге ешқандай зияны жоқ. Жаңа ата-бабамыз айтқан ғой, судың да сұрағы бар деген осы заман келді. Қазір жер жүзінде тек қана азық-түлік қауіпсіздігі емес, су жетіспеу тапшылығы да деңгейі жылдан жылға өсіп келе жатыр. Мынау келешегіміз осы суды үнемдеу әдісінде қалып отыр. Мысалы, мынау Израильда өздеріңіз білесіздер, барсаңыздар жерінде бір қылпы шөп жоқ, шөл құмда, тек қана өздерін қамтамасыз етіп қоймай шетелге осы көкөніс, картоп тұқымдарын шығарып сатып жатыр, бюджетке пайда түсіріп жатыр. Енді бүгінгі әңгіме картоп саласында болмақшы. Картоп, мен өзім картоп шаруашылығы маманы, академик, доктор наукпын. Картоп бұл Қазақстанда ежелден белгілі, өздеріңіз білесіздер, ең көп тараған дақылдардың бірі. Тағам ретінде көп қолданысқа енетін дақылдардың бірі. Себебі оның құрамында биологтық заттар бар, лизин, триптофан деген. Олардың адам ағзасына пайдасы үлкен. Олар жетіспеген жағдайда асқазан жаңағы ішек ауруларына шағылдауы мүмкін. Сондықтан соның кейін картоптың бір қасиеті, біраз жегеннен кейін адамға бір тоқтық сезім береді. Көп жемайсыздар. Күніне 300 грамм картоп жеген адам С витаминінің бір тәулік нормасын алады деген сөз, нормасын қабылдайды деген сөз. Енді картоптан бір тоннасынан 100 литрден астам спирт алуға болады. 170 килограмм крахмал алуға болады. 80 килограмм глюкоз алуға болады. Вообще картоп туралы көп айтуға болады. Оның өзі картоптың жаңағы екінші нан деген атқа бекерге болмаған ғой. Енді картоптың жаңағы осы жерден мол өнім жағына кірсек. Мол өнімді қалай алу керек? Технологиясы туралы. Технологиясын
Мен ешкім білмейді деп айта алмаймын. Өйткені мына осы картоп өсетін облыстарды аралап жүрем жыл сайын. Мына тек Маңғыстау облысында болмаймын. Қалған жерлерде мына үлкен ТО-ларда білікті агрономдар істейді. Соңғы мына шаруа қожалықтарының көбісі жоғарғы білімді азаматтар біледі. Бірақ та сол белгілі технологияны қолданған уақытта әркім әртүрлі өнім алады. Біреу үлкен жоғары өнім алса, біреу кем өнім алады. Даже кейбір жылдың ағымына қарай биылғы технология келесі жылы ойдағыдай өнім бермей қалады. Не себепті? Міне мен осы мәселеге тоқтай кетейік. Жерден тұрақты мол өнім алу үшін осы картоптың тілін білу керек, өсімдіктің тілін білу керек. Ол не деген сөз? Ол әр дақыл өзінің биологиялық ерекшеліктері болады. Биологиялық ерекшеліктері дегеніміз жаңағы сол дақылдың өзін қоршаған ортаға деген қарым-қатынасы. Қоршаған орта дегенімізді білесіздер. Бірінші жылулық, екінші жарық, үшінші су, төртінші қоректік орта, яғни топырақ, бесінші ауа. Осы 5 мәселеге қысқаша тоқтала кетейін, сонда көптеген сұрақтар өзінен өзі түсіп қалады. Мысалы, жылулық көп сұрақтардың бірі көбінесе шаруа қожалықтар айтады. Қай күн еккеніміз дұрыс болады дейді. Ол, мысалы, міне бүгін егіп жатырмыз. Біз Алматы облысында сәуірдің 2-ші декадасынан бастап еге береміз. Мен сәуірдің 2-ші декадасынан бастап егіңдер десем, ол солтүстік облыстарға тым ерте болуы мүмкін. Оңтүстік облыстарға тым кеш болуы мүмкін. Сондықтан мына биологиялық ерекшелігі сол, картоп белгілі бір жылулыққа келгенде өзі дайындала бастайды. Қысқы ұйқыдан кейін жаңағы картоптың түйнегінде биохимиялық өзгерістер келеді. Жаңа қантымыз крахмалға айналып, өзі өсуге дайындала бастайды. Ол қандай температура? Ол 5-6 градустан асқанда дайындала бастайды өсуге. Ал енді картоптың егетін мезгілі жаңа топырақтың қызуы жаңа картоптың еккен тереңдіктегі 10-12 градус тереңдікте 8-10 градус 8-10 сантиметр тереңдікте 8-10 градусқа жеткенде міне осы күннен бастап еге берулеріңізге болады. Ол әр облыстарда әр мезгілде келуі мүмкін. Екінші бір көп сұрақ, қандай сорттар дегеніміз дейді. Мысалы, қай сорт бізге, сіздің сортыңыз өсіп үлгере ме, үлгермей ме дейді. Мысалы, картоптың өзі өсіп жетілу үшін вегетация уақытында 1700 градустық температура керек. 1700 градус дегеніміз 10 градустан жоғары температураның несі ғой, қосындысы. Ал енді Қазақстанда 1900 градустан кем облыстар жоқ. Мына оңтүстік облыстарда 2400-2700-ге шейін жетеді. Ал енді біздің сорттарды білесіздер, сорттың өзі 5 топқа бөлінеді. Ерте шығатын сорттар, 70 күнде шығатын сорттар, 70 күндік сорттар. Ертеден кішкене кешірек пішетін сорттар. Олар 70-90 күндік сорттар. Сонымен орташа пішетін сорттар дейміз. 90-110 күндік сорттар. Орташадан кеш пішетін сорттар. 110-нан 120-ға шейін. 120-дан арғарай кеш пішетін сорттарға жатады. Міне. Жаңағы орташа пішетін сорттар, ерте пішетін сорттар, ертеден кешірек пішетін сорттар, онымен орта пішетін сорттар Қазақстанның кез келген облыстарында себуге болады. Ал енді мынау кеш пішетін сорттарға жататын сорттар енді мынау таулы ауландарда, сонымен солтүстік облыстарда кейбір жылдар пісіп жетілмей қалуы мүмкін. Сонымен жылулыққа деген тағы қандай қатынасы бар. Жылулық 1,5 градуста жаңағы сабағы суыққа 1,5 градуста шыдамайды, түйнек байламайды. Ал 40 градусқа жеткенде фотосинтездің өнімділігі төмендеп кетеді. Неге десеңіздер, жаңағы өздеріңіз байқаған боларсыздар, ыстықта жаңағы солып, жапырақтары солып тұрады. Қалай солады? Неге солады? Әр өсімдіктің өзіне өзі сақтау қасиеті бар.
жаңағы жапырақтағы устицалар жабылады да, транспирация болмайды. Транспирация болмағаннан кейін жаңағы көректік заттар су тамырынан сорылмайды, білесіздер ғой. Физиканың жаңағы бойылым жағына бағынбай 10-15 метрге шейін терекке су өз деңгейінен жоғары неге көтеріледі? Сол жаңағы клетканың осмос давлениесі арқылы көтеріледі. Ол жаңағы транспирация болмағаннан кейін оның бәрі тоқтайды. Оны енді жаңағы қолдан микроклимат жасап, яғни суғару арқылы бұл жағдаймен күресуге болады. Су туралы қазір кейінірек айтамын. Жылулықта тағы қандай қатынасы бар? Жылулық жаңағы жеріміз 20 градусқа қызған уақытта жаңағы түйнек көктем созылып кетеді, 5-6 градус болып жатып алса, жаңағы ертесеп, неғұрлым ертесепсем, ертелем деген ол қате түсініп, онда бір айдай жатып қалуы мүмкін. Бір айдай тек жатпайды, ол жаңағы зиянды микроорганизмдер бар жер топырақта, әсіресе мынау тұқымның өзінде, олар қарап жатпайды, шірітіп жібереді. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан бер мезгілінде себу керек. Енді мына суға келетін болсақ, суды көптеген сұрақтар, көптеген шаруашылықтарынан сұрақтар келді. Қанша суғарамыз? Қанша су керек деген сұрақтарға жауап мынандай. Мынау картоп дақылы 1 тонна өнім жинау үшін жерден 100 тоннадай су қабылдайды. 100 тонна су. Енді 100 тонна болғанда ол топырақтың физикалық қасиетіне байланысты. Жаңағы жеңіл топырақтар, песчаный топырақтар, оларға көбірек және жиі суғару керек. Қысқасы коэффициент 100-ден 150-ге шейін. Соны енді өзіңіздің пландаған урожайыңызға көбейтсеңіздер, судың мөлшері шыға келеді. Мысалы 30 тонна гектарынан алғыңыз келсе, 100-ге көбейтіңіз, 3000 куб су керек. Көрдіңіз бе? Ал енді қанша суғарам деген мәселеге келетін болсақ, ол жаңағы судың картоп дақылдың бір ерекшелігі, мынау өзі 80% судан құралғандықтан жер бетінде көктеп шыққанша судың керегі жоқ, өзі шығады. Соңғы мына бутанизация уақытында төменгі ылғалдылықтан 70% болу керек. Әсіресе судың ең көп қажет ететін уақыты мынау картоптың гүлдеген мезгілі. Ол 1,5 айға созылуы мүмкін. Осы уақытта 80, жаңағы төменгі влажностьтан 80%, 80%-дан кем болмау керек. Төменгі влажность деп тұрғанымыз не? Мынау жерді қанықтырып тұрып суғарып, соның жерге сіңіп, соның өзінің ұстап қалған суын сол төменгі влажность дейді. Осы судың 80% ұстап тұру керек. Одан төмендеп кетсе, жаңағы картоптың қабы қалыңдайды да, жаңағы қиыр-шиыр болып, оның табарыны виті болмайды. Оның үстіне картоптың үстіне картопшы баллап, қазақтар баллап кетеді дейді ғой, ондай да болуы мүмкін. Жалпы осының бәрі өлімге әсерін тигізеді. Міне судың мәселесі дегенде. Ал енді қанша суғарамыз дегенде, жаңағы влажностьты қарап отырасыздар. Содан кейін жердің жаңағы топырақтың тереңдігінде, қанша тереңдікке суғарамыз мәселе сонда. Мына 30-40 сантиметрге дейін десек, сондағы топырақтың жаңағы көлемдік салмағынан соңғы влажностьты алып тастайсыздар. Сонша су беріледі. Сонда 300-400 куб болуы мүмкін. 300-500 куб болуы мүмкін. Соны жаңаға бөлсеңіздер 3000-ді қанша? 600 куб болса, мысалы 500 су қарасыздар. Су. Енді мынау көректік заттар. Көректік заттарға келетін болсақ, картоп жерден 1 тонна өнім құрау үшін жерден 2 келі фосфор, 5 келі азот, 10 келі калий қабылдайды. Ең керекті макроэлементтерді айтып отырмын. Микроэлементтер бар ғой. Сонда қараңыздар, осыны жаңағы өзіңіз пландаған неге көбейтесіз де, соның бәрін бере беруге бола ма? Болмайды. Неге десеңіздер, жердің құрамында
Ол заттар бар. Оны жаңағы жердің почвенный анализ жасағаннан кейін ол көрініп тұрады, оларды шығарып тастайсыздар. Егер органикалық удобрение, мысалы перегной қоссаңыздар, перегнойдың құрамында да осы элементтер бар, оны шығарып тастайсыздар. Бұл элементтер, мысалы перегнойда 7 келі калий бар, 2 келі фосфор, 5 келі азот бар. Осының бәрін есептеген уақытта оның бәрі сіңе бермейді. Мұның картопты еккен жылы берілген удобрениенің 20% ғана қабылдайды жер. Қалғаны топырақта байланып қала береді. Осының бәрін есептеп арқылы беруге болады. Жаңағы точный земледелие деп жатырмыз, цифровой земледелие жатырмыз, осыған негізделген. Кейін мынау дрондар арқылы жаңағы бір поляның өзінде әртүрлі удобрение беруіміз мүмкін. Оған келеміз әзір. Көректік заттарға байланысты. Енді не қалды? Жарық сүйгіш. Жарық болмаса картоп сүйдейіп өсіп кетеді. Жапырағы көлеңкеде өздеріңіз байқаған шығарсыздар. Оның фотосинтезі төмен болады. Фотосинтездің шығымдылығы төмен болғаннан кейін өнімге де әсер етеді. Сондықтан картопты күннің сәулесін, жердегі топырақтың құнарлығын дұрыс пайдалану үшін гектарына 50-55 мың түп картоп отырғызу керек. Сонда ол енді жаңағы продовольственный картоп болса, егер тұқымдық картоп болса, 55-65 мыңға шейін отырғызуға болады. Оны қазір есептеп беруге болады. Жаңағы қолданған техникаларыңыз, қазір голландский техникалар көбінесе арасы 75-тен, бұрынғы совет техникасын сажалкарының арасы 70-тен болады. Егер 70-тен болса, 14-30 сантиметрді аттайсыз да, сонда шыққан өсімдіктер санап алсаңыздар, мысалы 14 метр 30 сантиметр жүргенде 60 өсімдік болса, гектарына 60 мың түп бар деген сөз. Оны жаңағы сортта беу керек, сортта бекпеген сорттар көбінесе жаңағы шіріп кетеді. Айттым ғой, поляда сиреп шығады. Табиғат сиректі бос жерді жақтырмайды. Ондай жерлерге арамшөп шығып кетеді. Жаңағы су шығын болады. Бұның бәрі өнімге кері әсерін тигізеді. Мынау ауа мәселесіне керек. Ауа да керек картопқа. Ауа болмаса, картоптың жаңа шешелескалары жабылады да, шіріп кетеді. Жаңағы қатты су қарған жерлерді байқасаңыздар, шіріп атады. Оның оттегі барлық жаңағы керекті заттар топырақтың астында өсіп өнгеннен кейін ауа жетіп тұр. Сондықтан жаңағы технологиямыз топырақты қопсытып, таза түрінде ұстауға бағытталу керек. Көрдіңіз бе? Ауа болмаса, жаңағы картоптың кершір болып кететінде содан. Міне осы 5 мәселе.